Сәлем достар, бүгін сіздермен Свора фильмі, мұхитта катермен демалып жүрген жас жұп теңіз ортасынан бір аралды кездестіреді. Олар қызық көріп сол аралды көруге келеді. Жігіт катерін байлап жатқанда қыз тамсанып аралды аралауға кетеді. Тоғай арасынан қоршалған заборды көріп, ар жағынан тастанды ғимаратты байқайды. Ол қорқып артқа қарай бет алды. Қайтып бара жатып біреудің аңдып тұрғанын көрді. Сол кезде қыздың аяғынан біреу келіп, тістеп өзімен бірге сүйреп алып кетеді. Сол кезде аралға тағы бір ұшақ ұшып келді. Ол жерде бір топ жастар. Ағайынды жіне достары. Ол жерде ағайынды Нет пен Джонның ағасы қалдырып кеткен үйге келді. Олар демалысты қызықты өткізуге сенуде. Қыздарға үй бірден ұнады, ал ағайындылар балалық шақты еске түсіреді. Ной ас үйге барып, ішімдіктерді көріп мәз болады. Екі ағайынды сарайды аралап тұрып, ағасының ескі көлігіне жолығады. Көлік әлі жүруге жарамды екен. Сол сәтте үйде электр тоғы өшіп қалады. Ной мен Сара екеуі подвалға соны тексеру үшін түседі. Ол зажигалкасын жағып жүріп, ескі масканы көріп шошып кетеді. Сара шитіпті тауып тоқты қосты. Сол уақытта Джек пен Ники жеке қалды, олар 2 жыл бойы жұп болып жүр екен. Қыз бен жігіт жоғарыға шыққанда, ескі канатаны тексерейін деп жатқан Джонды көреді. Нет арқанның ауыспағалы көп болды. Тозып кетуі мүмкін деп ескертті. Ал Джон өзіне сенімді және сыға канатамен барып секіреді. Сара бәріне коктейль дайындап таратып жүр. Ал Ники үйдің төбесіне ту тігеді. Үйде бәрі көңілді күй көтереді. Сара шөптің арасынан бір дыбыс естиді. Ол күшік екен. Қыздар қуанып күшікті сипалап кетеді. Бәрі иттің қайдан пайда болғанын таң қалып жатады. Түн бәрі онақ бөлмеге жиналды. Сара әлі күшікті қызықтап отыр. Ной ас бөлмеге барады. Есікті аша берген ол ырылдай бастайды. Бәрі күшіктің агрессия көрсеткеніне таң қала бастайды. Солай ол есіктен шығып қашып кетеді. Сара мен Джон оны іздеуге шығып, оны шөптің арасынан тауып алады. Күшікті көтере бергенде үлкен ит шап беріп үстілеріне секіреді. Сара қорқып жатып қалды. Джон айқай салғанда ит Сараны тістеп орманға қашып кетеді. Солай бәрі Сараны құтырма ауруына шалдықпау үшін қалаға бет алуға жоспар құра бастайды. Қалған достары қазір кетіп қалсақ барлық демалысымыз құриды дейді. Сара да өзін жақсы сезініп тұрмын деп сөз айтады. Түнде бәрі өз бөлмелеріне жайғасты. Нет қызына бұл аралда кезінде бір компания жерді арендаға алған. Олар осы жерде иттерді өсірді. Балалық шақта сол жерге барып күшіктермен ойнаған. Содан ветеринар болуды шешіпті. Солай күндердің бір күнде иттердің бәрі құтырма ауруымен ауырады, иттердің бәрін жояды. Ал жаңағы ит жою кезінде қашып кетуі керек. Ал құтырма болса олар қалай әлі тірі жүр деп ойлайды. Түнделетіп Джон ас бөлмеге түседі. Ал терезе алдында тұрған Сараны көреді. Таң атты, бәрі суға түскісі келеді. Джон садағын алып аңға шыққалы жатыр. Жігіттер солармен бірге кетті. Қыздар суға түсіп жатыр. Ной фотоаппаратын дайындап жатып бір дыбыс естиді. Артына қараса ит тұр. Олар шабуыл жасамаса да, Ной қаша жөнелді де достарын қуып жетіп, иттер жайлы айтты. Достары сенбей күледі. Сол сәтте қайықпен келген адамды көріп бір пәлеге тап болғанын көреді. Жігіт сөзін бастай бергенде иттер оны талап төменге қарай домалап кетеді. Жігіттер көмектесуден бас тартып, үйге қарай бет алады. Олар үй маңынан судан келе жатқан қыздарды көреді. Ал артынан иттерде. Олар қыздарға айқай салады. Қыздар қашып барып үйге кіре бергенде бір ит Никиді тістеп алады. Джон оны адақпен көздеп атып жібереді. Бірақ оқ ұшып барып, Никидің аяғына кіріп кетеді. Үйге кіріп Никидің аяғынан жебені шығарады. Джон ормандағы адамды есіне алып, құтқара алмағанына өкінеді. Ал жалғыз садақпен бір топ итке не істей алады? Сол кезде терезен бір ит қарқып кіреді. Және Сараға бетпе-бет қарап тұрып, шабуыл жасайды. Бірақ оны Джон ұстап үлгереді. Ал Нет оны пышақтап тастайды. Бәрі кетуді шешті. Бірақ ұшақтың кетіп бара жатқанын байқайды. Олар ұшақты қайтаруға жүгіреді. Ники арқанды иттер тістеп үзіп тастағанын көрді. Джон жүзіп барып ұшаққа жетеді.
Бірақ ұшақтың қанатында жатқан иттерді көреді. Адамды көрген иттер суға секіріп, адамды қуа кетеді. Олар үйге келеді. Терезелерді жауып, Нед өлтірген итті далаға лақтырып жібереді. Осы кезде олар сарайдағы көлікті еске түсіреді. Нед ит өсіретін жерде байланыс орнататын құрылғы бар шығар деп ойлайды. Нед есікті ашып қарайды. Иттер өлген итті талап, жарып тастайды. Солай жігіттер каната арқылы сарайға баратын жолды еске түсіреді. Иттер өз иттерін жеп жатқанда Нед сарайға қарай канатаны дайындап жатады. Ники алпинист екенін айтып, тез барып келемін деп шешеді. Ники арқанмен кетті. Бірақ жарты жолда тоқтап қалады. Оны иттер байқап қалады. Ники өрмелеп барып, терезені шағып көлікті оталдырмақ болады. Иттер сарайға кіріп кетеді. Ники люк арқылы сарайдың үстіне мініп кетеді. Ұлдар қармақтың көмегімен жол жасап, садақпен атып жібереді. Ники артқа бет алады. Иттер секіре бастайды. Джон біреусін атып өлтіреді. Кеш батты, оған қоса жарықта өшіп қалды. Ной подвалға барып келемін деп түсіп кетеді. Жіне ол жерден виноларды тауып алады. Бірақ иттер құстан кіріп кетіп Нойды өлтіріп тастайды. Иттер шабуыл жасап қаптап жатыр, адамдар шатырға қашады. Иттер шыға алмай қарауылдап жүреді. Бәрі Нойды еске алып қайғыруда. Таң атты, екі ағайынды далаға шығып көлікті оталдыруға кетті. Олар итеріп оталдырады. Нед жүріп мініп алып, итке садақ ата бергенде қолынан түсіріп алады. Олар жолда итпен алысып үйге жетті. Ники көлікке жүгірді. Сара болса қорқып үйде қалады. Сол сәтте тағы бір ит кіре қалады. Сара итті тоқтатып Джонды қашуын өтінеді. Сара мен итте терезеден құлап кетіп, екеуі де өледі. Үш дос станцияға қарай жол тартты, есікті бұзайын деп ойлайды. Бірақ бұл иттен қорғану үшін шығар деп ойлайды. Олар қарғып кіріп, ішіне кіріп, бұл лаборатория екенін түсінеді. Бұнда иттерге генетикалық эксперименттер жасалған. Олар генераторды тауып қосты. Даладан антеннаны көреді. Джон оны қосуға сыртқа шығады. Бірақ кішігірім жарылыс болып, жерге құлайды. Иттер кіріп шабуыл жасайды, інісі келіп көмектесіп ұрады. Ники болса өртеніп жатқан жерген алдап кіргізеді. Иттер сол жерде жартысы өртеніп кетеді. Ники мұнараның төбесінен қайық көргенін айтады. Сол сәтте екі жігіт иттер қоршай бастайды. Сол сәтте Ники көлікпен келе қалады. Олар тез қайыққа келіп алады. Солай қайыққа мінеді. Солай жүзіп кетеді. Ал иттер оны қарап тұрады. Аман қалған үш дос жете салысымен дәрігерге барайық дейді. Достар, фильм осылай аяқталады. Ұнаса лайк басып, қоңыраушаны баса кетейік.